Баршаңызды жоқтан бар еткен, ананың бойында, әкенің бойында су өтіп, ананың бойына өткізіп қан еткен, қанды айналдырып тән еткен, және адам еткен, оның үстінде мұсылман екен Аллахқа болсын, және Аллахтың елігі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға болсын. Енді ойламаған жерден осының үстіне түскен екенбіз. Жалпы пайғамбарымыз екі жас кісінің бас қосқанын көрсе, былай деп дұға қылыңдар деп үйреткен екен. Бірінші сол сөздің алдында сол дұғаны мен айтып кетейін, пайғамбарымыздың сөзін алға қойып, пайғамбарымыз айтады екен жастарға: баракаллаху лак ва барака алейк ва жамаа байнакума фи хайрин. Алла тағала сендерге берекетін берсін, сендердің үстерінен берекетін жаудырсын да, сендердің осы бас қосуларыңды дүниенің де ақыреттің де жақсылығын алып беретін бас қосу етсін дейді. Сондан осы екі жасқа сол тілекті тілеймін. Сонымен екі жастың әке шешелеріне, ұл баланың да әке шешесіне, қыздың да әке шешелері де осы кісілерден жақсылық көрсін дейміз. Пайғамбарымыз біреудің дүниеге ұлы келді, қызы келді десе былай айтады екен: балаға ашуддаху ва рузиқта бирраху. Сол балаң мен қызыңның көз алдында буыны қатып, өсіп, өнгенін және соның жақсылығын көруді саған нәсіп етсін, содан кейін барып жаныңды алсын дейді. Сонда кім бұны қаламайды? Өзіміз қазақпыз ғой, қазақ айтады: жүргізсең де билікті, мың кісіге орансаң да дүние түлкісіне шіркін ай, соның бәрі жетпейді екен. Өз балаңның бір ғана күлкісіне дейтін қазақпыз да. Сондықтан осы отырған баршамыздың айтар ұлымыз бар, қызымыз бар. Сол өнсе екен, өссе екен, қызығын көрсек екен деп жатқан нәрсеміз. Ал бірақ соның бәрі адамға келетін жақсылықтың бәрі біздің қолда емес, Аллахтың қолында екен. Сол үшін биядихи хайр дейді Аллах Құранда. Бүкіл жақсылық қолында болған Аллах Тағала деген екен дейді. Сол үшін осы бір жаңағы ойламаған жерден келгеннен кейін сол Аллах Тағаланы бір ауызға алып кетейік деген екен, бір 5-10 минут. Ондай болса Алла берекетін берсін дейміз. Жалпы Құранда аят бар: "Ва нуназзилу минал Qur'ан ма хуа шифау рахмат лил муъминин" дейді. Қайсы бір жерде Алланың сөзі айтылса, ол Алланың сөзін біреу иманымен ұйып тыңдаса, онда сол адамдарға Аллах Тағала өзінің мейірімін жаудырады, оларға ізгілігін шипасын береді, сөйтіп ол адамдардың дейді өмірдегі қиыншылықтар шешіле бастайды дейді. Мүмкін Аллах Тағала осы тойда сіздердің өмірлеріңізді ары қарай тойға айналу үшін, сіздерге де алдарыңызда келешекте жақсылыққа жолығу үшін өзінің сөзін тыңдауды нәсіп еткен шығар, ойламаған жерден болған оқиға. Сондықтан шынымен де Аллахтың сөзін, пайғамбар сөзін айтып кетсек болады. Бұл Құран деген Құран емес расында. Кезінде қазақ айтады ғой: Құран сөзі шайтанның тақпақ емес, адасқан ғалымдардың шатпағы емес. Құран оқып мәнісін түсінбеген екі дүниеде бақытын тапқан емес дейді. Расында кей кезде біздің өмірімізде шешілмейтін көптеген мәселелердің шешімі Құранда жатады. Біз оны бірақ түсінбей қалғаннан кейін, Құранымыз тек қана сол бізге бөтендеу болып кеткеннен кейін, әйтпесе өзіміз түсінетін кітап еді ғой кезінде осы. Сол түсінбей, Құран етіп, Алланың өздері рас, сөздері рас деген қазақ өзіміз етіп қой. Соны түсінбей ғана кейін көп бізге бұл тек қана бір молданың әуезді оққан әніне ғана ұқсап қалды. Бірақ осы Құранның ішінде көп нәрсе айтылған. Ал енді соған қатысты Құранда осы семьяға қатысты не айтады, соны айтып кетейік анда. Аллах Құранда айтады: "Ва мин аятихи ан халақа лакум мин анфусикум азважан литаскуну илайха." Аллах Тағаланың ұлықтығын көрсететін белгілерден біреусі ол сендерге, еркекке айтып жатыр. Сендерге дейді, өздеріңнен әйел жаратып берді дейді да. Қараңыздаршы, бір ғажап нәрсе. Біз білеміз, Алла адам атаны топырақтан жаратты. Бірақ Хауаны топырақтан жаратты ма? Алла әйел затын топырақтан жаратқан жоқ. Еркек топырақтан жаратты, бірақ әйелді топырақтан жаратпады. Әйелді еркектің өзінен жаратты дейді. Бұл мен анфусикум, сендердің өздеріңнен дейді. Мына қазір бір ғылым дамыды деп, кәпір қауым әйтеуір бірдеңені шығарып та жүреді. Клонирование, медицинада ең жоғары нәрсе, адамның клеткасын адам шығарамыз деп әуре болып жүргендер бар. Миллионнан бір ғана удача бар, бірақ Аллах Тағала сонау әуел баста шариғатта бар екен клонирование деген нәрсе. Алла адамды жаратты да, соның клеткасынан әйелді жаратыпты. Оны бөлек топырақтан жаратса болады, бірақ екеуі бір-біріне керекті нәрсе екен білу үшін. Бір-біріңненсің дейді былай айтқан кезде. Мен анфусикум, сенің өзіңнен жараттым деп Аллах еркекке айтып жатыр. Кімді жараттым? Әйелді. Бұл деген сөз нені береді? Бұл деген Аллахтың сөзі: әйеліңді құрметтесең, өзіңді құрметтедің деген сөз. Әйеліңді қорласаң, өзіңді қорладың деген сөз екен. Сондықтан әйелін құрметтеген еркек расында өзінің басын құрметтеген еркек. Әйелін қорлаған еркек расында өзінің басын қорлаған еркек екен, бұл аяттан шығатын. Бірақ аят бұнымен бітпейді. Арғы айтады: литаскуну илайха, сол әйелді өзіңнен жаратып бердім. Не үшін дейді? Сол әйелден жаның тыныштық табу үшін дейді. Жақсы әйел не деп біз сұрақ қоямыз?
Жақсы әйел мүмкін біреу оқыған, дипломы бар дейтін қазір сондай болды ғой, қазір дипломы бар әйел дейміз. Бірақтан біздің анау домалақ анамыз, басқамыз бәрі ешқайсының дипломы жоқ, шындап келген кезде бүкіл елдің анасы болған аналардың. Ол оқыма деген нәрсе емес, оқу керек, шариғат бойынша оқыған жақсы дейді. Бірақ қызыл дипломды алып отырып байдан бай қоймайтындар да бар. Ешкімге сыймайды. Сондан былай келген кезде бұл мәселе ол диплом өз алдына, білу өз алдына, түсіну өз алдына екен. Әйелдің жақсы қасиетінің біреусі, Алла Құранда литаскуну илайха, еркек сол әйелден тыныштық табады екен. Сырттан шаршап, тозып, озып, қозып үйіне келген кезде, әйелін көрген кезде бүкіл ашуы тарқап, жаны жай тауып, сыртқа сапарға шықса үйіме қашан жетсем екен деп отыратындай әйел болу керек екен да. Оны түсіну керек екен. Әйелдің артық жерлері айтады ғой, шариғатта әйел мен еркектің хақысы тең ба деп сұрақ қойыпты дейді бір европалық бір адам мұсылманға. Сөйтті, жоқ, тең емес деп жауап берді. Әйелдің хақысы еркектен гөрі жоғарырақ депті да шариғатта. Әйелді шариғатта қаттырақ айтады, қаттырақ құрметтейді. Бірақ сол әйелдің кей кезде кемшілігінде кешіріммен қарай білуге үйретеді. Соның біреусі Аллахтың елшісі пайғамбар айтады, әйелді біз қабырғадан жараттық, қабырғаның қисық жері жоғарғысы дейді, әйелдің кішкене қисықтау болатын жері бар, ол кей кезде тілі деп айтады да, бәрі емес, бірақ кейбір әйелдердің, мүмкін көп әйелдердің тілі деп айтады да. Сол үшін кей кезде бір кісіге маған айтқан еді ағамыз, өзі үлкен строительный бизнесте жұмыс істейді, қызметтегі адам, әйтеуір үйлі жайлы, малды, дүниелі, көлікті адам ғой. Намазға қолапты, намаз оқыпты, бірнеше жыл болған екен. Мен дейді, әйеліммен бірге тұрғаныма 20 жыл болды дейді. Бір нәрсені енді түсіндім дейді еркек басымен. Әйелмен ұрысып берекет таппайсың дейді. Әйелді ұрысып жеңген еркек жоқ деген нәрсеге енді көзім жетті дейді. Әйел ашуланған кезде еркек еркектік мінезін көрсетіп үндемей қоя салу керек екен дейді. А десе, Б десе, В деген нәрсемен бәрібір соңғы я дейтін әріпті әйел айда салады екен дейді. Ол бекершілік екен. Соған көзім жетті да, өзім нүкте қойып, қой әйелімен ұрысып әуре болмайын. Әйел әйелдігін істеп бірдеңе шап-шап ете қалса, еркек болып қалайын дедім да, сонымен мынандай шешім қабылдадым. Әйелім ұрысып бастаған кезде, әй сен жүгермек жүресің, осы дала дейсің, бала шаған ұмыттың деп әңгіме бастай бастаған кезде ұрысып, мен өзімнің бітпей жатқан шаруаларын ойлайтын болып дейді. Кіммен кездесуім керек, кіммен қандай договор жасауым керек, қандай шаруамды бітіруім керек. Сөйтіп жиналамын да, үндемей әйелім ұрса береді. Мен жүгімді жаңа керек затын жинап аламын да, шығып жұмысымды бітіріп келемін. Бір рет сөйттім, екі рет сөйттім, үш рет сөйттім. Бір күні әйелім айтты дейді да, шығып баратқан кезінде, тағы ұрсатын кезде. Әй, бір нормальный ұрсамайтын болдық қой деп айтты. Сөйтсе табиғаты сол екен да, бір анда-санда үйтпесе, ол ауырып қал мүмкін әйел ұрыспаса. Кішкене. Сол үшін шариғатта бірақтан жақсы қасиет әйелдің, ең жақсы әйел деген, сол әйелден еркек тыныштық табады да, дем алады. Сол үшін қайсы бір әйел күйеуіне жайлы болса, ол жақсы әйел болып табылады екен. Оның бірінші осы мінезі, одан кейін барып түрі екінші орында тұрады екен. Жалпы еркек әйелге екі рет ғашық болады дейді. Бірінші сырт болмысын көрген кезде ғашық болады. Ана қазір мақал шығып кетті ғой. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады десе айтады дейді, жаман қатын жаман байдан шығады деп. Оған еркектің де кінәсі бар кей кезде. Сол үшін бұл әйел кісінің табиғатында ол жаңағы бірісіне тыныштық табатындай болу керек. Және Аллах айтады екен дейді, аяттың жалғасында бұл бір ақ аят біздің айтып жатқанымыз, бір аяттың төңірегі. Құранда 6600-дан жуық аят бар. Оның әрқайсы өзінің мағынасы бар. Соның бір аятында айтады, және жалғасын айтады. Бірінші еркекке әйеліңді сыйла десе, өзің, ол әйел деген өзің десе, екінші әйел еркектен тыныштық беру десе, үшінші деді, "Ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма" дейді. Алла араларыңа махаббат пен мейірім қойды дейді. Махаббат пен мейірім қойды дейді. Семьяда осы болу керек. Махаббат деген шариғатта қатты құрметтейтін нәрсе. Мына құлшылық дейміз ғой. Еркек әйелін жақсы көрсе, әйел күйеуін жақсы көрсе, Аллахтың алдында сауап беретін іс екен бұл. Бұл бөгелетін нәрсе емес. Некеменен жақсы көрсе, некесіз бір нәрсені жақсы көрсең, онда күнә. Бірақ өзіңнің адал некелеп алған әйеліңді жақсы көрсең, сауап. Мына махаббат деген сөз, қазақта өзіміз сөз деп ойлаймыз. Бұл бірақ таза арабтың тілінен бізге кірген сөз, және өзгеріссіз кірген сөз. Екі бысы екі б, бір хысы бір х болып. Сонда пайғамбарымыздан бір күні келіп сұрапты сахабасы. Я Расулаллах, ман ахаббун наси илайк. Ей Аллахтың жіберген елшісі, сіздің өмірдегі ең үлкен махаббатыңыз кім деп сұрақ қойды пайғамбардан.
Сөйтсе пайғамбар аузын толтырып тұрып айтады дейді. Айша деп әйелдің аузын айтыпты да. Сұраған сахаба ұялып, ой жоқ, кешіресіз, мен оны сұрайын деген жоқ едім деген екен дейді. Сол үшін махаббат, әйелің жақсы көре білу, бұл жақсы. Ал күйеуіңе жақсы көріне білу, ол да үлкен міндет болады екен. Өйткені әйел кісі жаннатқа кіру үшін дейді 4 нәрсе. Сол 4 нәрсені істеген әйел дейді, жаннатқа кіру былай тұрсын, Алла елшісі таңдап жүріп кірсін дейді жаннат. 8 жаннат бар, таңдап қайсысына кіргісі келеді, соны таңдап кіреді дейді. 4 нәрсесінің біреусі 5 уақыт соллат хамса, 5 уақыт намаз. Екінші сомат жахара, 30 күн оразасы, шамасы келіп атқан болатын болса. Үшіншісі хафизат фаржаха, ар-ұятын қорғауы. Төртінші атаат заужаха, шариғат дұрыс көрген нәрседе күйеуді бой ұсыну дейді екен. Осы нәрсе кім бой ұсынса, ол әйел жаннатын таңдап жүріп кірсін, қайсына кірсе. Енді араларында махаббат пен мейірім дейді. Бірақ махаббаттың орны қай жер? Жүрек. Ал жүректі бұл өзгере береді да. Бір атым насыбайға көңілі қалу мүмкін. Өлдім, күйдім, сүйдім деген әйеліңді біреудің өсек сөзіне бола сенен одан жеп көретін нәрсе жоқ болып шығуы мүмкін да. Одан жеп көретін нәрсең жоқ болып шығуы мүмкін. Мүмкін жаңа Серік ағамыз айтып кеткен шығар, өзінің жиі айтатын мысал бар еді. Күйеуі мен әйел ұрысып қалыпты дейді. Әйелі күйеуіне айқайлап айтқан екен, саған тигенше шайтанға тигенім артық деді. Сөйтсе күйеуі айтады, сені шайтан алмайды деп айтады дейді. Неге десе, туысқан арасында неге жүрмейді. Бұл әлбетте дұрыс нәрсе емес. Бұл сол біз діннен алыстаған екен осы нәрсеге жетіп отырмыз. Сондан бұл махаббат жүректе, ал жүрек кей кезде өзгереді. Сол кезде екінші нәрсе болу керек екен семьяда. Мейірім. Мейірім деген ол махаббат кетсе де өшпейтін болу керек. Сол үшін әйеліңді екі семьяны ұстау үшін махаббат пен мейірім керек. Бұл жасқа да қарамайды, жас үлкен болсын, кіші болсын, бұл міндетті керек нәрсе екен. Шағби сөзіміздің енді соңғы бір-екі несін айтып кетейік. Шағби және бір шурехтің үлкен бір үлгеріп өткен мұсылмандар болған екен. Аталары апалар айтып жатыр, бұрынғы өткен заманда дін мұсылман аманда деген. Екеуі сөйлесіп отыр, арабтар бірақтан. Араб пен қазақтың бір ұқсас жері бар. Негізі араб пен қазақтың ұқсамайтын екі-ақ жері бар. Түрі мен тілі. Қалғаны дәл өз. Арабтың арасында болып келдік. Қонақ күткені, қонақ жайлығы, көшпенді болғандығы, ауыз әдебиетінің қатты дамығандығы, өлеңменен табан астына бір-біріне өлеңдеп жауап бере салатындығы, ақ көңілдігі, және бір таңғалатыны еріншектігі де. Бір нәрсең ертең дейді. Бітті сондан, ертең бір жылға жетеді. Тең сондай дәл. Одан кейін және бір қатты ұқсайтын жерін тойына барған кезде 4-ке десе кешке келетін дәл қазақ сияқты екен. Аумайды. Сондан өзі араб пен қазақ ұқсамайтын екі жері бар. Түрі және тілі. Сол екі араб сөйлесіп отыр, сонда амандасқанда олар да бізге ұқсас амандасады екен. Қазақ бірінші оқыды, мал жаның қалай деп сұрайды ғой. Үй-іші қалай, бала-шаға дұрыс па, мал дұрыс па, жұмысың қалай? Осы ғой біздің амандасуымыз. Арабтар тура осындай екен. Ма ахлук кайфа халук, мал жаның қалай, үй-ішің қалай, әйелің қалай, бала-шаға дұрыс па деп амандасады екен. Сөйтіп екі мұсылман ғалым кісі сөйлессе, сұрапты жаңағы Шағби мен Шурейх сөйлесе. Әйелің қалай, бала-шаң бәрі жақсы. Мен ең бір рахаттанатын жерім әйелім деп айтады дейді. Не болды? 20 жыл болды бірге тұрып әйеліме. Мараайту минха шейан юғдибуни. Әлі 20 жылдың ішінде әйелімнің бойынан ұрысу былай тұрсын. Бір мінез көрмедім, мені ашуландыратын дейді. 20 жыл болыпты, мен әлі әйеліме ренжіп көрмеппін дейді. Анау таң қалыптай, қой, мынау таң қалатын нәрсе ғой. Бұл қалай бұндай болды? Бұл бұлай болды депті. Мен үйленетін кезде үйленердің алдында қазақ айтады, үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Сонда негізі үйленген кезде бір қыз көрген кезде басталады емес, үйленбей тұрып басталу керек тәрбиенің бәрі. Сонда жаңағы мен үйленген кезде пайғамбардың хадисін оқыдым, үйлену үшін не істеу керек деген. Сөйтсем пайғамбар айтты дейді, әйелге 4 нәрсе үшін үйленеді деп айтты дейді. Бірінші сұлулық үшін үйленеді, екінші бала табатындығы үшін үйленеді, үшінші тегі үшін үйленеді. Жаңағы авторитет дейміз ғой бізде. Қазір тегі үшін үйленеді, одан кейін төртінші діні үшін үйленеді депті. Адамгершілігі, иманы үшін. Сен төртіншісін таңдап бақытты боласың деген екен дейді. Осыған қарап іздеп жүріп біреуден естідім, біреудің қызы бар, өте иманды, жаман жолға бармайды, бөтен кісінің алдынан жүрмейді, ала жекті аттамайды деп сол қызды тауып, жаңағы түрінде басқасын көріп еттім. Сол естігеннен кейін ел мақтаған қыз болғаннан кейін әке-шешем айтып құда түстік, некемізді қиылды, үйге алып келгеннен кейін, енді ол кезде орамал тағатын заман ғой, бетін жауып жүрген. Қызды үйге келгенге түрін үйге бірақ көрдім дейді. Қызымның бетін көрген кезде дейді, тағы да қуандым дейді. Ай десең аузы, күн десең көз, аузына сілегейім ағып кетті дейді. Сөйттім да мен сұлу келіншегімді некем қиылған жеке үйде қалған кезде бастап не істегенімді білесіздер ма дейді. Білесіздер ма не істеген? Өзім айтайын, жағын ойлап кетесіздер. Бірден дәрет алдында 2 рәкат намаз оқып Құдайға рахметімді айтты дейді. Шүкір. Біз не істейтінді Құдай біледі.
Сонымен дейді 2 ракат намаз оқы. Алла, мен тек қана діндар әйел емес, өзі сұп-сұлу маған әйел беріпсің. Саған мен ризамын. Сен Құранда айттың, ла ин шакартум ла азиданнакум. Мен келген жақсылықтың егесі мен екенін түсініп шүкірлік етсеңдер, мен берген жақсылығымды арттырам дедің. Осы әйелдің мен жақсылығын артылғанын қараймын деп 2 ракат намаз оқып, сәждеде Құдайға рахметімді айттым дейді. Намазымды бітіріп сәлемімді берсем, жаңағы келген әйел менімен бірге намаз оқып жатыр екен дейді. Намаз бітті, неге қиылған жекеміз, сосын жайлап келіншегімнің қасына келіп жақындап едім, әйелім айтты, тоқтай тұрыңыз, тақсыр деп айтты дейді. Асықпа деп айтты дейді. Сен маған үйленгенде жер бетінен әйел таппай қалып үйленген жоқсың. Мен саған шыққанда жер бетінен бай таппай қалып шыққан жоқпын деп айтты дейді. Мен мына пайғамбардың кітабын оқып едім, сонда айтыпты, әйел кісінің жәннатқа бару үшін еркек адамның жәннаты анасы депті, ал әйелдің жәннаты күйеуі депті. Сонда мен сенің ризалығын табу керек екен. Сені ренжитін істер, неге ренжисің, неге қуанасың, соны білейін деп алдын ала сұрап алайыншы деп едім. Үйге кімді кіргізейін, кімді кіргізбейін, қандай тамақ жақсы көресің, мен соны алдын ала білейін, ертең сізді ренжітіп алмау үшін деп айтты дейді. Әңгіме осылай басталды. 20 жыл өтті, ұрысқан жоқпыз дейді. Ай субханалла, біздің қазір заманымыз ше. 20 жылда қайдан бір күнде 20 рет ұрысып тұрамыз. 20 рет ұрысып қоямыз. Етіміз үйреніп кеткен да, солай болу керек. Міне сондықтан бұл Құранның сөзі Құран емес. Сол үшін де қазақ айтады екен, жабық есік шыға беріп алдынан, көп адамдар бақыт іздеп тарған, сен есіктің ашылғанын қаласаң, кілтін алдың пайғамбардың қолынан дейді. Аллах Тағала біздердің баршамызды бақытты етсін. Осы 2 жасты бақытты етсін. Өздеріңізді жоқтан бар еткен, осы адам келбетіне келтірген, сіздерді мынау теңізден судан шықпайтын кит емес, есік алдында жуын ішкен ит емес, адам қылып жаратқан үшін де Аллахқа шүкірлік етуіміз керек. Қазір бір автобусда кетіп барған бір апамыз, кәрі апамызға, қазақтың баласы демей-ақ қой, бір орыстың бір баласы орнынан тұрып, бабушка, садитесь деп орнын берсе, айналайын өркенің өсті, рахмет, ең құрып кеткен рахмет деген сөз айтамыз да. Сенің анаңды да біреу сыйласын деп. Бір остановкадан бір остановкаға жығылған бір жаман сиденьені китайский автобустың ішіндегі сол бір орынға берген үшін рахмет деп өліп қалдық. Ал бізді сонша сансыз нығмет берген Аллахқа деген рахметіміз болу керек. Аллахтан тек ала беріп, бере бер. Біз өзі қызық Құдайға құл болудың орнына Құдайды құл қылғымыз келіп кеткен сияқты. Қазір Құдамыз келсе құрдай жорғалаймыз, Құдай десе пенсияға дейін күте тұр дейміз. Қандай ұят сөз, астағфиралла. Кішкене ұялу керек шығар. Сондықтан Аллах Тағала біздерді кешірсін. Білмегенімізді жаңағы біреуді бір кемсітейін деген айтқан сөзім емес. Мына бір соңғы мысалым, бір ауылда қой бағып жүрген бір жігіт үйленіпті. Ауылда жүрген қаланы көп әдебін білмеген, үйленгеннен кейін жеке өмір үйреніп қалған жігіт қой, жаңғыз жатып. Әдептің көбісі жоқ, жаңғыз жатқаннан кейін желді шығара береді, ешкім жоқ болғаннан кейін, үйленгеннен кейін көп әдептен тиылып, әйел малында ұят болмасын деп ұйықтап жатқан кезде ұмытып кетіп, түннің ортасында 2 рет жел шығарып жіберіпті кіндіктен төмен жақтан. Сосын әйелі қасына келген есіне түсіп кетіп, ой бұрма, ұят болды, мына қаланың қызы не деп ойлап қалды мен туралы бейшара. Мына әдеп жоқ деп ұялып, бірақ әйелі ояу ма, ұйқы ма білмейді. Сосын естіді ма, естімеді ме, күмәнді ойда ғой. Әйелін жайлап түртіп айтады дейді. Ол ыңырсып, әйел білдіртпей, не болды қожеке депті. Ұйықтабасың ба, ұйықтап жатырмын. Ештеңе естіген жоқсың ба деп сұрапты. Сөйтсе әйел айтады дейді, қожеке екеуін де естіген жоқпын деп айтады дейді. Сол сияқты біреуді кемітейін деп жатқан жоқпыз. Біз әйтеуір біреудің мұсылман болғаннан кейін біреудің кемшілігін көрмеуге тырысамыз. Бірақ жақсылықтан құр қалмаса екен дейміз. Өмір бұнымен шектелмейді. Өйткені бабаларымыз айтқан, өлсе өлер, табиғат, адам өлмес, бірақ ойнап күліп дүниеге қайыра келмес. Мені мен менікіні айырғанды өлді деп ат қойыпты өңкей білмес дейді. Бұл біздің бастамамыз ғана. Алғы жақта бұдан да жақсы өмір күтіп тұр. Бізді дүниеге келгенде Аллах Тағала ананың ішінде бір кіндікпенен, бір-ақ есіктен қоректендірсе, туғаннан кейін 2 есіктен қоректендіреді, ананың кеудесіменен, 2 емшекпенен. Одан кейін тісіміз шығып еді 4 нәрсемен қоректендіреді. Су, ет, жаңағы көкөніс, осы жаңағы нан деген сияқты 4 нәрсемен қоректендірді. Ал енді біз аман есен иманымызды кәміл болуына өткізсек, бізді 8 жәннаттан қоректендіремін деп уәде қылған да. Біздің бұл дүниеге аржағы көшкеніміз жәннат емес, дозақ болып кетіп жүрмейік. Ал ол үшін Аллахтың айтқанын істейік. Құр иманым, жүрегім таза деп қалмайық. Жүрегі тазадан Құдайға құлшынады, ұмтылады. Ал Құдайға шайтан да сенген. Шайтан өмірінде Құдай жоқ деп айтпаған. Бірақ шайтанда қазақ үмітсіз шайтан дейді, өйткені ол жәннатқа кіре алмайды. Оның бар кінәсі Құдайдың айтқанын істемеді. Біз де Құдайға сенеміз, жүрегім тазадан махрұм қалмайық. Құдайдың айтқанын қолдан келгенше істеп, бұл жақтың да жақсылығына, ақыреттің жақсылығына кеңірейік. Алла 2 жасты бақытты қылсын. Ал біздерді өзінің Құранынан
бейғам қалып кетпеген сүйікті құда қатарына қоссын. Алла сіздердің баршаңызды